сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгін сабақты қызықты бастауға арналған жаңа тақырыпты болжау әдістері туралы айтамыз. Қазіргі оқушыларға сабақты дәріс сияқты әңгімелермен бастау өте қызықсыз екенін білесіз. Сондықтан да осы видеодағы заманауи әдістерді пайдаланып көріңіз. Ал бастайық. Адасқан әріптер әдісі. Бір-бірімен орындары алмасып кеткен әріптерді орнына қою арқылы тақырыпты табады. Бұл әдісте интернет платформаларды Word, Joyteka қолданған дұрыс, немесе текшелерді пайдаланыңыз. Ең қарапайым жолы тақтаға бормен жазып қою. Әрине, одан қарағанда интерактивті тақтада жасалған платформаларда көрсетілген әріптер қызықтырақ болады. Мысалы, мұнда берілген әріптерден ас мәзірі деген сөз шығады. Келесі әдіс метафора әдісі. Тақырыпқа қатысты белгілі бір затты әрекетті көрсете отырып, тақырыпты болжау. Мысалы, тақырыбыңыз теңдеу болсын. Сіз таразыны алып келіп, бір жағына заттар қойып, теңестіріп көрсетесіз. Тағы бір мысал, тақырыбыңыз қосу азайту болатын болса, алманы ұстап көрсетіп, қосып, азайтып, санап көрсетсеңіз түсініктірек болады. Тест сұрақтары арқылы болжау. Тақырыбыңызға қатысты 5-6 тест сұрағын дайындайсыз. Оның жауаптарына қарай отырып, оқушылар тақырыпты болжайды. Мысалы, тақырыбыңыз ауа райы туралы болса, ауа райына қатысты бірнеше тест сұрағын дайындайсыз. Бұл әдісті интерактивті тақта интернет платформаларда пайдалансаңыз, оқушылардың есінде жақсы сақталып қалады. Заттар арқылы болжау. Тақырыбыңыз не туралы болса, сол затты әкеп көрсетіңіз. Мысалы, дыбыс және әріптер тақырыбы. Дыбыстар мен әріптер жазылған кубиктарды әкеп көрсетіңіз, бірнеше сөздер құрастырыңыз. Сұрақтар қоя отырып, тақырыппен байланыстырыңыз. Келесі жұмбақ әдісі. Тақырыбыңызға байланысты бірнеше жұмбақ жасырыңыз. Мысалы, тақырып жануарлар дүниесін қорғау. Орманда туып жетілемін, таудан тасқа секіремін, жеміс-жидек жегенім, балды жақсы көремін деген сияқты жануарларға қатысты жұмбақтар және қызыл кітап немесе қорықтарға байланысты жұмбақты жасырып, тақырыпты табуға болады. Назарларыңызға рахмет. Әдістер туралы ойларыңызды жаза кетіңіздер. Ақпарат пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осы сияқты басқа да әдіс тәсілдерді көріп отырғыңыз келсе, тіркеліп алыңыз.